Бахауддин Нақшбанд туралы 10 айғақ. Бахауддин Нақшбанд 1318 жылы Бұхараның Қасри Ғыжуан қыстағында туылған. Ғұламаның алғашқы ұстазы Қожа Мұхаммед Самуси болып саналады. Ол Дилба Йор-у Дастбакор ұранын бетке ұстап, матаға нақыш салымы шұғылданғандықтан халық оны Нақшбанд деп атап кеткен. Ғұлама ислам әлемінде Балогардон, Қожа-и Бузург, Шах Нақшбанд деген есімдермен де әйгілі. Бахауддин Нақшбандтың тасаввуф іліміне қатысты 10-нан астам шығармасы бар. Ғұлама Құран, хадис, фикх, ақида және тасаввуф секілді ілімдерді 19 жыл бойы жан-жақты зерттеген. Ғұлама оқымысты болудың бүгінгі таңға дейін өз маңызын жоймаған 20 әдісін қолданысқа енгізген. Ғұламаның Нақшбандия ілімі негізінде Мауараннахрда Ахрория мен Дахбедия, Үндістанда Мужаддидия мен Шамсия, Хорасанда Исламия тақылеттес тарихат тармақтары қалыптасқан. Бахауддин Нақшбандтың қол астында 10 мыңнан астам тасаввуф өкілдері тәлім алған. Ғұлама 1389 жылы өзі туылып өткен қыстақта қайтыс болған.